Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен цезарь салатының өте жеңіл рецептімен және оны ұсынудың әдемі жолымен бөліскім келеді. Ең бірінші кезекте бөдене жұмыртқасын 5 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін көкөністерді турауға кірісеміз. Черри қызанақтары өте әдемі көрінеді. Содан кейін айсберг салатын тураймыз. Оның орнына пекин капустасын да қолдануға болады. Енді нанымызға кірісеміз. Бізге керегі зәйтүн майы және кішкене сарымсақ. Екеуін араластырып, оған ұсақтап туралған нанды қосамыз. Жақсылап араластырып, қызып тұрған тапада қызарғанша қуырып аламыз. Оригинал рецептте цезарь салатына анчоус және жеке жұмыртқа қосылған соус жасайды. Ол маған ұнамағандықтан мен басқа соус жасаймын. Бізге керегі 10-15% қаймақ, кішкене сарымсақ, лимон шырыны және зәйтүн майы. Бар болғаны осы. Бұл ең жеңіл және ең дәмді соус. Дайын болған соусымызға айсбергті қосып араластырамыз. Келесі кезекте тауық етін тұздап, оған дәмдеуіштер қосамыз. Мен тауық етін майсыз қуырамын. Сол әдіспен сіздермен қазір бөлісемін. Пергамент қағазын екі бүктеп, ортасына тауық етін саламыз. Қызып тұрған табада жай отта екі жағынан 7 минуттан қуырып аламыз. Кешкі немесе түскі асқа тауықты осы әдіспен пісіріп, жанына гарнирмен ұсынсаңыз болады. Дайын болған етімізді жіңішкелеп тураймыз. Әрине, көп жағдайда барлығын араластырып ұсынады. Бірақ мен эксперимент ретінде осылай жасап көрдім. Өте әдемі шықты. Менің каналыма кіріп, басқа да видеоларымды қарап көріңіз. Жасалуы өте жеңіл, әрі ерекше рецепттер өте көп. Егер ұнаған болса, лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліңіз.